Мал шаруашылығында өнім шығару 3,9%-ға ұлғайды. Оның ішінде ет 6%-ға жуық, сүт 3%-ға, жұмыртқа 7%-ға артты. Жануарлардың негізгі түрлері бойынша мал басы орташа есеппен 5%-ға артқаны байқалып отыр. Бұл ретте асыл тұқымды ірі қара мал басының үлесі 11%-ға дейін өсті. Мысалы, 2010 жылы бұл көрсеткіш 7,7% ғана көрсеткіш болған. 2017 жылға ауыл шаруашылығы өнімінің экспорты және оның қайта өңделген өнімдері 12,5%-ға, оның ішінде қайта өңделген өнімдер 10,7%-ға ұлғайды. Жалпы мемлекеттік бағдарлама шеңберінде агроөнеркәсіп кешенінің өнімдерін экспорттауды ұлғайту үшін министрлік тиісті шараларды қабылдауда. Жалпы ауыл шаруашылығы экспортының географиясы ұлғаюда. Қазір балық шаруашылығы, қой шаруашылығы, мал шаруашылығы өнімдері және жылқы, сондай-ақ бидай, кебек және соя бұршақтары үшін Қытай нарығы ашық. Нәтижесінде Қытай Халық Республикасына агроөнеркәсіп кешенінің өнімінің экспорты 34,3%-ға ұлғайды.